Қазақ халқының сан ғасырлық тыныс-тіршілігіне байланысты ұлттық тәлім-тәрбиеге тұнған салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары бар. Соның бірі сәбиді бесікке салу дәстүрі. Қазақ халқы бесіксіз үйде береке жоқ деп өмірге келер сәбиді асыға күткен. Себебі бала өмірдің гүлі, жалғасы. Ал бесік қасиетті, киелі, құтты мүлік, сәбидің алтын ұясы. Бесікке салу рәсімін алтық құрсақты анаға, елге сыйлы апаға, немесе жасы үлкен әжеге тапсыратын болған. Алдымен бесікті аластау рәсімі жасалады. Бұл отқа табыну дәуірінен қалған ырым. Ол от пен оның иесін жын-шайтан, дерт-дербезе қашадымыз деп есептелген. Бесіктің арнайы құрал-жабдықтары бар. Алдымен түбек тұсына дөңгелек ойығы бар, жөргектің үстінен төселетін, арасына құс мамығы салынған жұмсақ төсеніш қос төсекті салады. Басына жұмсақ болсын деп құс жастық салынады. Нәрестенің аяғын қажамас үшін кішкене жастықшалар қойылады. Ол кепіл деп аталады. Одан кейін баланың денесін орайтын жұқа мата жаялығын жаяды. Шүмекті қойдың асық жілігінен жасаған. Ол айрықша аппақ болу үшін сүтке қайнатылған. Көбіне қазақтар бәле-жаладан қорғасын, ұйқысы тыныш болсын деп баланың жастығының астына қамшы салатын болған. Онан кейін бесіктің түбек салатын тесігіне тәттілер салынып, тыштыма жасалады. Тәттіні бесікті жағалай отырған жандарға үлестіріп береді. Сонан соң келін жас сәбиді алып келеді. Сәбиді қолға алған әже әр ісін бісмілләмен бастап баланы бесікке салады. Бесікке бөлеген баланың ұйқысы тыныш, бойы жылы, тәні таза болады. Жаялықпен аяғын ораған соң тізе баумен, қолдарын қол баумен тартып байлайды. Бұл бауларды кейде тартпа деп те атайды. Балаларды бесікке бөлеп болған соң міндетті түрде бесік жыры айтылатын болған. Әлди балашым, әлдилейді анашым, бесігіңе жата ғой, тәтті ұйқыға бат. Бесікке салған адамға бесік салар, яғни кәделі сый беріледі. Сонымен қатар осы рәсімге қатысқан қыз-келіншектерге көйлек, жаулық сияқты сый тартылады. Бесіктің үстіне ел тізгінін ұстар азамат болсын деп 7 түрлі таза заттар жабылады. Өйткені баланың бесігі кең дүниенің есігі деген екен қазақтың тура биі, төле би.